Қазанның 11 мен 17 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 168 іс-шара өтті. Осы аптада мемлекет басшысы Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңеске қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерімен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев елбасы бастамасымен құрылған кеңестің толыққанды халықаралық ұйымға айналғанын атап өтті. Қазіргі басты мақсат стратегиялық бірлестікті Еуразиядағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баламасы ретінде қайта құру болып отыр. Президент Қазақстанның келесі жылдан бастап ұйымға жаңа мерзімге төрағалық ету туралы өтінім бергенін мәлімдеді. Ел жастары Қазақстанның 4-ші 10 жылдықтағы даму перспективаларын өңірлік жастар форумында талқылауда. Осы аптада мұндай форумдар Павлодар, Қызылорда, Жамбыл, Ақтөбе және Ақмола облыстарында өтті. Форум қатысушылары жаңа 10 жылдықта жастарға ел ертеңі үшін жасалған жасампаздыққа толы бастамалардың эстафетасы берілгендігін атап өтті. Қазақстан бойынша ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған ауқымды мәдени іс-шаралар өтуде. Осы аптада Қостанайда өнеріміз саған Қазақстан халық шығармашылығының байқау фестивалі өтсе, Көкшетауда Сәлем Елорда өнер фестивалі бастау алды. Бұдан бөлек Қарағандыда Сын шын болсын республикалық театр фестивалі, ал Батыс Қазақстан облысында Жаңағала жырым бөп болған ақындар айтысы өтті. 16 қазан Нан күніне орай елімізде ауыл шаруашылығы қызметкерлері мен ауылдарды жаңғыртуға арналған іс-шаралар өткізілуде. Осы аптада Ақтауда 7-ші республикалық Ақбидай ауыл спорты ойындарының ашылу салтанаты өтті. Елімізде қайырымды істер марафоны аясында 343 қайырымдылық акциясы өтті. Қайырымды істер марафоны аясында Сәтпаев қаласында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталық ашылды. Орталықты жергілікті меценаттар клубы және қала әкімдігінің қолдауымен Нығмет мүгедектер қоғамы ашты. Солтүстік Қазақстан облысының жастары Тәуелсіздік Music Vibe шығармашылық жобасын қолға алды. Жобаның тұсаукесері Петропавлда өтті. Оның аясында Ахансер атындағы облыстық филармония солистерінің және өңірдің белсенді жастарының қатысуымен отан авторлық бейнебаяны түсірілді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.